біз өздеріңізбен әйттегідей жұма күні ертіс мәдениеті ресми парақшасында жүздесіп отырмыз. Бүгін біздің Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханаға арнайы қонаққа қоғам белсендісі Жебе қоғамдық бірлестігінің төрағасы, тіл жанашыры Данияр Жұмаділ замандасымыз досымыз келіп отыр. Әке, қош келдің. Қош көрдік. Жалпы тілдің төңірегінде әрине неше жылдан бері айтылып келе жатқан, жауыр болған мәселе көп. Біреуіміз мемлекеттік тілдің, яғни қазақ тілінің болашағына бір күмәнмен қарап, әртүрлі пікір айтып жатамыз. Бірақ өзіңнің ойыңша жалпы бүгінгі қазақ тілінің жай-күйі қалай сараптайсың жалпы? Енді ауызда қыл шөппен сүрте беруге тағы да болмайды. Енді Павлодар облысын, Павлодар өңірін алатын болсам, тіл төңірегіндегі мәселе біртін ақырындап шешіліп келе жатқан сыңайлы. Біздің бет алысымыз қатты жаман емес. Өйткені қазақи қоғам қалыптасып келе жатыр. Ертіс өңірінде қазақи орта қалыптасып келе жатыр. Және осы төңіректе ең бастысы сол мемлекеттік тілді дамытуға деген ынта, ниет барлығы бар. Тиісті жұмыстар да атқарылып жатқан сияқты. Десе де әрине кем-кетік тұстар жоқ емес, бар, бірақ енді оның барлығы бара-бара уақыт өте келе түзеліп келе жатыр. Сондықтан да біздің өңірді бұрынғыдай бір орыстанған өңір деп айтуға келмейді. Біз керісінше қазақиланып келеміз. Соған қуануға болады. Бәрекелді. Енді Жебе қоғамдық бірлестігі жалпы мынау ұлттық бағытта, рухани бағытта көбірек жұмыс жасайды. Ал тілдің төңірегінде қандай жаңа бір жобалар бар? Осыны айтып өтсең. Енді Жебе қоғамдық бірлестігінің құрылғандағы мақсатының бірі де осы болатын. Біз тек ұлттық салт дәстүрді, руханиятты, ұлттық спортты ғана емес, ең бастысы соның ішінде мемлекеттік тілді дамыту. Біздің әрбір жобамыз, әрбір бастамамыз осы мемлекеттік тілге қатысы бар десем артық айтқандық болмайды. Өйткені біз қазақи дүниелерді насихаттаймыз. Біздің жобаларымыздың барлығы қазақи, қазақша. Енді дегенмен де осы тіл төңірегіне мемлекеттік тілді дамытуға бағытталғанда арнайы бірнеше жобаларымыз болды. Соның бірі былтыр біз мысалы мынау қазақ тілін үйрететін мамандар үшін, қазақ тілі пәнінің мұғалімдері үшін және де мектеп оқушылары үшін осы қазақ тілін үйретудің және қазақ тілін үйренудің жаңаша әдістерін насихаттайтын жаңа бір семинар тренинг жобасын қолға алған болатынбыз. Соның бастамасы ретінде біз оны Успен ауданынан бастадық. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде осы тіл мәселесі сәл өткірлеу тұрған бірнеше өңір, бірнеше аудан болса, соның бірі Успен. Сондықтан да осы Успен ауданына барып, ондағы мектеп оқушыларымен, ондағы ұстаздармен жүздесіп, оларға енді басты мақсат неде? Бізде қазір мынандай мәселе бар ғой, балабақша болсын, мектепте болсын, тілді үйренуге деген ынта аздауды. Біз қазақ балабақшасына барған балаларымыздың орысша сүлдірлеп шыққанын айтамыз. Қазақ мектебінде оқитын балалардың үзіліске шығып орысша сүлдірлейтінін айтамыз деген сияқты. Соның барлығын қарап тұрсаңыздар, олар енді қазақ тілін үйренбейді емес, үйреніп жатыр да, қазақша білім алып жатыр. Қазақ тілі пәнінің сабағы бар оларда. Бірақ неге олардың қазақ тіліне деген ынтасы жоқ? Осыны ойландық та бір жаңаша формада, жаңаша форматта бір семинар тренингтің жобасын жасап шықтық. Соның алғашқы тәжірибесі ретінде Успен ауданына барып өткіздік. Сәтті болған сияқты, өйткені ұстаздардың өздері айтып жатыр, бізге осындай дүние қажет деген сияқты. Енді осы бағыттағы жұмысты жүзеге асырамыз. Одан кейін енді әлі қолға алынбаған, бірақ жоспар күйінде тұрған, бұйыртса жақын болашақта жүзеге асырылатын тіл тренд деген жобамыз тағы да бар. Тіл тренд. Жақсы, бәрекелді. Енді жалпы жаңа айтып отырсың ғой, мектепте болсын, балабақшада болсын, жалпы мемлекеттік тілдің, қазақ тілінің қолданысы әлі төменірек деңгейде. Өйткені шынымен де қазақ мектептерінің өзінде балалар балабақшаға, мектепке барса да, қазақша білім алса да, бұлай мектепте тыс уақытта, үзілісте болсын, сыртта болсын,
басқа тілде сөйлейді, орысша сөйлейді. Бұның бір жалпы сыры неде? Өзің қалай ойлайсың? Енді бұл көп нәрсе бұған әсер етеді. Қоғамның әсері бар, бұған отбасындағы тәрбиенің әсері бар. Егер өз мысалымыздан білеміз, егер отбасы қазақ тілінде сөйлейтін болса, ата-анасы баласынан қазақ тілін талап ететін болса, бала да онда қазақ тілінде ойлап, қазақ тілінде сөйлейтіні сөзсіз. Сондықтан да бұл жерде кәдімгі тек қана ұстаздардың кінәсі емес, бұл тек қана ата-ананың кінәсі емес, кәдімгі қоғамның өзі бір бар проблемасы, бар мәселесі. Енді қазақ тілінің көсегесін көгертеміз деген бағытта сауал бізге қойыла қалса, әркім әртүрлі жауап береді. Біреу айтады, оны билік басындағылардан бастау керек, ел тізгінін ұстаған азаматтар бірінші қазақша сөйлесін дейді. Біреу айтады, жоқ, керісінше оны балабақшадан бастау керек дейді. Неден бастаған дұрыс? Енді тіл мәселесі шешімін табу үшін бізде заң жүзінде соған қатысты талап болуы тиіс. Ол талап болмайынша біз осы тілдің төңірегіндегі әңгімені әлі талай жыл айтатын боламыз. Десе де енді мемлекеттік тілді барлық азаматтарға міндеттемей, бұл мәселе тез шешімін таппайтыны белгілі. Бірақ оны міндеттейтін заңның да дәл қазір қабылданбайтынын біз түсініп отырмыз. Сондықтан да бұл ретте қоғам болып әзірге өз шама-шарқымызша күш-жігеріміз жеткен жерге дейін оны насихаттауға тырысуымыз керек. Әрине балабақшадан бастау. Бәрекелді. Енді біздегі өңірлік қазақ тілді қоғамы қазір біраз жұмысты жасап жатқанын білеміз. Жалпы фронт офис бар, басқасы бар. Жалпы жебе қоғамдық бірлестігі осы қазақ тілді қоғамменен бірлесіп аясында жобаларды жүзеге асыруға ынталы ма? Сөзсіз, өйткені біз өзіміз осы халықаралық қазақ тілі қоғамының мүшесі болып табыламыз. Өйткені жеке ұйым болғанымызбен біздің жаңағы елеп отырғанымыз бір терінің ұштағы мақсатымыз бір болғаннан кейін барлығымыз осы қазақ тілінің төңірегінде топтасуымыз қажет деп есептеймін. Осы қазақ тілі қоғамының төңірегінде қандай ұйым болмасын, қандай мекеме болсын, мейлі сен басшы бол, мейлі сен қосшы бол, бірақ осы ұйымның төңірегінде барлығымыз табылуымыз керек. Біз де осы қазақ тілі қоғамының мүшесі болып табыламыз өз басымыз. Сондықтан да осы бағытта осы ұйыммен де бірлесе жұмыс істеуге әзірміз. Жаңағы тіл тренд жобасын біз осы халықаралық қазақ тілі қоғамының аясында сол кісілермен бірлесіп те жүзеге асырсақ па деген мақсатымыз бар. Бәрекелді. Жалпы қазақ тілінің болашағын ойлау мақсатында осыған дейін үлкен азаматтармен, біздің алдыңғы буын ағаларменен біраз сұхбаттар болды, сұхбаттар өрбіді. Сонда ол ағаларымыздың көбінің сенетін жастардан біз жалындаған күш күтеміз, идея күтеміз дейді. Жалпы өзіңнің бір тың идеяларың бар ма? Тілге қатысты тың идея, ол енді нақты жүзеге асатын дүниені айту керек. Бұл ретте жаңағы жобамызды ерекше айтып өтуге болады. Тіл тренд. Оның мақсаты қазір біз қоғамдағы көп пікірді зерделеп көрдік. Тілді үйренгісі келетін азаматтармен көп сөйлестік. Жебе қоғамдық бірлестігі болып біз аудан, ауылдағы, қалаларды жиі аралаймыз, студенттермен, жастармен жиі жүздесеміз. Сонда барлығының айтатын бір дүниесі, біз тілді үйренгіміз келеді, бірақ бізге тілді үйренетін орта жоқ дейді. Мысалы, жақсы олар барады да 1 айлық, 2 айлық қазақ тілі курсын оқиды, бірақ сол оқыған дүниесін әрі қарай шыңдайтындай, тәжірибе жүзінде шыңдайтындай олардың жаңағы мүмкіндіктері жоқ. Өйткені жаңағы курсқа барып қазақша сөйлеп шығады да қоғамға кіріп қайтадан орыс тілінде сөйлеп кетеді. Біз осы мақсатты ойладық та не істеуге болады. Сондықтан осы тіл тренд деген жобаны қолға алдық. Бұл кәдімгі қазақ тілі клубы жобаның мақсаты. Оның басты ерекшелігі сол клубқа аяқ басқан әрбір азамат, міне есігін ашып аяғыңды басты алып, сен қазақ тілінде ғана сөйлеу керек. Еркін. Кез келген адам кіреді, қазақ тілінде сөйлейді. Оған ешкімнің жаңа сен қате сөйледің, мына жерін дұрыс айтпадың деп ешкім күлмейді. Қайта керісінше біз ол жерге тіл мамандарын тартамыз. Өзіміздің осы жебе қоғамдық бірлестігінің төңірегінде жүрген қазақ тілін жетік білетін, майын тамызатын өзіміздің жаңағы ақын жігіттеріміз бар. Жалпы осы тілге жанашыр азаматтар бар. Соның барлығы осы клубта болады деген жоспарымыз бар. Олар кәдімгі әрбір келген адаммен қазақша сөйлесіп, оларды қазақша ортаға кірістіріп, қажет десеңіз қазақша ойын ойнап, қазақша асық атып,
қазақша музыка тыңдап, қазақша кино көріп, басқа да дүниелерді еркін отырып, шай ішіп отырып деген сияқты бір еркін қазақи орта қалыптастыру мақсатында осындай бір жобамыз бар. Оны бұйыртса жақын болашақта жүзеге асырамыз. Осындай бір не. Бұл тіл тренд жалпы тек қазақтарға арналған әлде өзге жоқ, әрине бұл мемлекеттік тілде үйренгісі келетін кез келген азаматқа арналған. Кез келген адам келіп, еркін келіп, кіріп, жаңағы сол жерде уақытын өткізіп, бұл енді сабақ өткізіп, біз оларды жаңағы қазақ тілінің жаңағы лексикасы мен грамматикасымен жүктемейміз. Тек сол үйреніп шыққан дүниесін немесе үйренгісі келетін дүниесін сол жерде бекітіп, қазақша сөйлеп, тәжірибесін көбейтіп, жаңағы сөйлеу мәдениетін қалыптастырса деген мақсат. Сонда бұл тіл тренд болса, бұл күнде жұмыс істей ме, әлде белгілі бір уақыты болады? Жоқ, әзірге біз аптасына 2-3 рет деп қойып отырмыз. Оның уақытын енді халықтың уақытына қарай орайластыруымыз керек. Бәлкім ол жұмыс уақытынан тыс уақытта болатын шығар, кешкі уақытта болуы мүмкін, бір жарым сағаттай жұмыс істеуі мүмкін. Келіп, еркін 1 сағат, 1 жарым сағат қазақ тілінде сөйлеп, жаңағы білгісі келген дүниесін, білгісі келген сөзін үйреніп шығады, жаңағы қазақша ойын жеткізуді үйреніп шығады. Кез келген адам кез келген уақытта тұрақты түрде болса да болады, кіріп шығып жүрсе де болады деген сияқты не болады. Барлығы еркін. Адамның өзінің ниетіне байланысты. Үйренгісі келетін адам тұрақты түрде қатысады деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді жалпы біздің елімізде Павлодар десе, Петропавл десе, бірден бір ол жақ орыстанған деген бір ұғым еске түсіп тұрады еріксіз. Бірақ өткенде оңтүстіктен батыстан келген біздің таныстарымыз біздің көңілімізді көтеріп тастады. Себебі солтүстіктегі қазақтардың, Павлодардағы Ертіс Баян жеріндегі қазақтардың тілі, қазақ тілі таза екен деп бағалап кетті. Сіздің ойыңыз қандай? Сөзсіз таза қазақи әдеби тіл осы Павлодар өңірінде сақталған деп мен айта аламын. Өйткені бізде жаңағы басқа өңірдің азаматтарымен жиі араласамыз, басқа өңірлерге жиі сапарлаймыз. Кірме сөздер көп ол өңірлерде, диалект сөздер көп. Тек біз ғана таза қазақ тілінде сөйлейді екенбіз. Тіпті кейбір жігіттер таңғалып жатады. Мысалы Семейдің, Алматының жігіттері қарапайым сөйлесіп жатқан кезде мынандай бір мысал болды. Осындай бір ғимаратта жөндеу жұмысын жасап жатыр деген сияқты бір сөйлем айтып қалдым да мен. Енді ол біздің күнделікті пайдаланатын дүниеміз, сонда қалай деп қайтадан сұрайды. Енді осы ғимаратта жөндеу жұмысын жасап жатырмын деймін, сонда сөйлейсіңдер ме дейді. Солай сөйлейміз енді, қазақ тілі сол емес пе дейді. Сонда өздері таңғалады, сонда Павлодар өңірінде осындай деңгейде ма деген сияқты. Мен айтамын, сендер келіңдер Павлодар өңіріне, бізде біраз болыңыздар тамақта. Содан кейін бірақ біздің тіл мәселесіне қатысты, біздегі мемлекеттік тілдің аяқалысына қатысты сонда ғана пікір айтыңдар, көріңдер. Ал бірақ сыртта жатып, басқа өңірде жатып, бізді орыстанған, ой бұлар орыстанған деп сынай салу, бір шетелден қарай салу ол оңайырақ. Ал бірақ келіп көрсін, біздің ортаға кіріп көрсін, бізбен бірге осы қоғамда болып көрсін. Содан кейін ғана пікір айтса болады. Бәрекелді. Енді біз қазақтың тілі бай тіл, қазақтың тілі ең шұрайлы тіл деп мақтанып жатамыз. Өзіңнің қазақ тіліндегі ең жақсы көретін сөзің қандай сөз? Қысқа нұсқа. Қазақтың әрбір сөзін жақсы көремін. Әрбір сөз. Былай жекелей сөзді меншіктеп бүйтіп көрмеген екен. Енді бүгін кітапханада отырмыз, сондықтан ең жаныңа жақын 3 кітапты айтып берсең. Мен Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» кітабын өте жақсы көремін. Осы мен 2-3 мәрте оқып шығамын. Ол енді білесіздер, Бауыржан Момышұлына қатысты дүние. Одан қалды енді Абай жолынсыз біз жүрмейміз. Абай жолын жақсы оқимыз. Осы бір сүйікті кітаптарымның бірі, жастармен, студенттермен, оқушылармен жүздескенде кеңес беретін оқыңдар дейтін дүние. Сосын Таласбек Әсемқұловтың кітаптарын жақсы көремін. Өйткені қазақи, осы біздің дәстүріміз, қаймана қазақтың бір құндылықтары үлкен сақталып қалған дүние. Енді ол кісінің кітабын бөле жара алмаймын, бірақ бірнеше кітабын жақсы оқимыз. Жалақы алғанда банкоматтан қай қазақ тілін? Қазақ тілін, сөзсіз. Дүкенге кіргенде бірінші қазақша. Бірінші қазақша. Егер сатушы орысша сөйлеп жатса, немесе өзге ұлттың өкілі болса, әрине ресми тілде жалғас
бастаған. Өйткені біздің мақсат жаңағы біреуді бір кемсіту, қоғамнан шеттеу емес па. Керісінше осы қазақы мәдениетті танытып кетсек, түсініп жатса, өзге ұлттың өкілі де түсініп жатса, онда қазақ тілінде сөйлеседі. Енді қазақта тілі шұрайлы деп айтып жатырмыз, мақал сөздің дәйегі деген жақсы бір ұғым бар, түсінік бар бізде. Мен мысалы ай түнде керек, ақыл күнде керек деген сөзді өзіме бір темір қазық ретінде ұстанамын. Өзіңнің осындай бір ұстанымың бар ма? Ай дегеннен шығады, Ғабит Мүсіреповтің ай мен күн айғайламай-ақ шығады деген жақсы бір сөзі бар. Осыны жиі айтып жүремін, өйткені қандай дүние жасасақ та, қандай жоба жасасақ та, мен жасадым, мынау жасады, біз жасап жатырмыз деген сияқты көкіректі кермей-ақ, айғайламай-ақ, тыныш жүріп-ақ, өз жасайтын дүниеңді ақырын істей беруге болады. Сондықтан да дабыра қылмай, тек қана оның нәтижесін өзің көріп жатсаң, қоғам көріп жатса, соның өзі бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Бәрекелді. Қадірменді қауым, бүгін біз өздеріңізбенен жұма күні тағы да бір мәрте жүздестік. Бүгінгі біздің кездесуіміздің, жарқын жүздесуіміздің құрметті қонағы Жебе қоғамдық бірлестігінің төрағасы, тіл жанашыры, белгілі журналист Данияр Жұмаділ болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.